Ай, жапсаңда шана есікті дарбазаны мал кіреді ғой. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалай? Өзіңізді әрең таптым ғой ақсақал. Ана білесіз ғой, баламның бет ашарын өткізіп келін түсіріп алып. Естіз қой. Енді ана құдалық шақырып, құдалар шақырып, құдалығымен тойын берсем ба деп алдым. Бәрекелді. Енді мұны ауылдың ақсақалы ғой, үлкеніміз ғой деп алдыңыздан арнайы өтіп, тойға арнайы өзіңізді шақырып, төрімде отырып, батаңызды беріп, тойымды ашып берсеңіз деймін да ақсақал. Айналайын. Үлкенді сыйласаңдар жаман болмайсыңдар. Сол ғой ақсақал. Өзіңді сыйлы боласың. Рахмет. Барам, тойымды ашып, 2 жасқа батаңды беріп, бастан аяқ біткенше бірге болам. Болады ақсақал. Айналайын. Ай, құда мен құдағиға не қояйын деп атсың? Құдаға жылқы мінгізіп жіберейін деп. Бәрекелді. Ал құдағиға бұзаулы сиыр жетектетіп жіберейін. Бәрекелді, міне. Ең бастысы сол екеуі риза болса болды. Қалғандарын ана мынау кәсіп шалбармен қайтарасың ғой. Сол ғой. Енді дайындық сұмдық енді. Енді жағдайың жақсы ғой сен. 500 адамға той берейін деп тұрмын ақсақал. Бәрекелді. Құдаға үлбіретіп тұрып жылқының басын апарам алдына. Ал ана құдағиға сиырдың жағын буын бұрқырат тұрып апармайын ба? Бәрекелді. Енді бар ғой 500 адамға той, дастархан гүл, 40 жәшік арақ, 20 жәшік коньяк қойып бір тойды өткізейін деп тұрмын енді. Арақ коньяк емес? Сонда 2 жастың тойын арамдамақшысың ба? Енді олсыз болмайды ғой енді ақсақал. Ой, мынауың қандай адамсың? Сен былай істе онда. Ақыры арақ коньяк қояды екенсің? Иә. Онда құдаңның алдына аттың емес, ешектің басын қоя сал. Астағфиралла. Құдағиға сиырдың емес, шошқаның жағын қоя сал. Астағфиралла ақсақал, не деп кеттіңіз? Қойыңызшы. Ішіп алған адамға какая разница? Аттың етіне, шошқаның етіне? Ят емес пе ақсақал? Бері қара. Шошқаның етін жеген адам 3 аптада тазара деген. Ешектің етін жеген адам 2 аптада тазара деген. Ал енді арақ ішкен адам 40 күнде әзер тазара деген. Әне, көрдің ба? Ой, ақсақал, осындай келген кезде шариғат деп қаласыздар да. Ақсақал, өзіңіз айтыңыз. Енді қара, бері қара. Ертең осы дастарханды арамдап, арам той жасап, балаң мен келініңнен қандай адалдық күтпекшің? Ертең жылайсың ғой сосын, келінім арам болып шықты, балам одан да өткен арам екен деп. Өзің көрсеттің арамдықты. Міне, деп құйып аласың да, ал, бала келін, міне, арамдық былай болады деп тарттың түбіне дейін. Енді ақсақал, құдалар қандай күтті ғой бізден. Құда күтті, құдадан ұялып отырсың. Құдайдан ұялмайсың да. Ақсақал, енді сіз айтың шариғат деп. Нан неден жасалады? Бидайдан. Арақ ше? Ол да бидайдан. Енді арағы харам бопты да, наны адал болып қапты да. Жейсіздер ғой, нанды жейсіздер ғой. Ақымақ айтып отқан сөзің қара. Мақау, топас. Не айтып отырсың? Сиырдың сүтін ішесің ба? Ішеміз. Ал, сідігін ішесің ба? Астағфиралла, не айтып кеттіңіз? Не ішмейсің? Ішсей, сідігін де ішсей, зәрін. Сүтін ішесің бала шағаңмен, ана күрішкіні толтырып алып, артына тостырып, көпіртіп алып, ұрмайсың ба? Ой, ақсақал, не айтып кеттіңіз? Ішсей, екеуін де ішсей. Сиырдан шығады ғой екеуі де. Ал, түсіндің ба енді? Сүті адал, зәрі арам болады. Бидай да сондай. Наны адалда, арағы арам болады оның. Ақымақ айтып отқан сөзін. Еш ақпас. Адал болса тойың барам. Арам қысаң мені жолатпа. Ақпақ сақалымен, қажы басыммен отырады екен да, арамдалған дастарханның алдында мәз болып. Қой. Қоя қойыңдар.